Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, желі қолданушылар. Сіздердің назарларыңызға Ілияс Жансүгіровтың «Құлагер» поэмасының 85 жыл толуына орай подкасты ұсынамыз. Ілияс Жансүгіровтың өнер алды тақырыбында жазылған поэманың бірі «Құлагер». 19 ғасырда өмір сүрген қазақ халқының әйгілі өнерпазы ардагерұлы ақын сері Қорамсаұлының өмірі туралы. Нұрмағамбет деген бай әкесі Сағынайға үлкен ас береді. Асқа 350 түгел шақырылады. Ас Еренен тау етегінде өтеді. Ақан құлагерді бәйгеге қоспақ болып алып барады. Бәйгеге 300-ге жуық ат қосылады. Ақанмен өштескен Батыраш, Қотыраш деген байлар құлагерді соққыға жығып өлтіреді. Осы аста құлагерінен айырылған Ақан қатты қайғырып, құлагеріне арнап «Құлагер» трагедиялық әнін қалдырады. «Құлагер» поэмасы шын мәнінде поэзияның сұлу сарайы Ілияс Жансүгіровтың шығармаларының биік шыңы ретінде толық дәлел болады.